Сәлем достар, біз қазір барлығымыз Нұрсұлу әпшенің үйіне келген болатынбыз, осы жаққа келген едік, свет өшіп қалды. Адия болса бізде ұйықтап қалды. Қазір жатқан жарысынанша Әлихан да ұйқысы келіп жатыр, бірақ біз қорқып отырмыз. Далаға шығайық десек, далаға шыға алмай отырмыз, Бізге айтып кеткен үйдегілер псих кемпірден сақ болыңдар деген. Осы көшеде псих кемпір тұрады екен, көршілері псих екен, сол келеді екен да үйіңе келіп жаңағыдай неше түрлі нәрсе істеп кетеді екен ғой. Жындыханадан шыққан екен, оны балалар шығарып апты, кемпір, псих кемпір. Сол енді қазір біз сыртқа барып шыға алмай отырмыз, есігімізді сыртынан құлттап отыр ғой. Қорқып отырмыз, есігіміз құлттап алған. Ал Нұрсұлу әпшеміз болса бізге келіп тұр, есікті ашыңдар деп. Ал біз есікті аша алмай жатырмыз, достар. Нұрсұлу әпшені үйге кіргізуіміз керек, біз қалай болғанда да, бірақ біз Нұрсұлу әпшеге айттық, звондап, бұл жаққа келмей қоя тұр, бізді жаңағыдай көршілерің псих кемпір келіп сыртымыздан құлттап қойды, қамап ұстап отыр деп айттық. Ол енді алыста күтіп отыр. Достар, бізде именно свет өшіп қалғанда осындай жағдай болып отыр ғой, қараңыздар. 11:30 ғой. Сағат деген 11:30 болды түнгі. Қорқып отырмыз енді, Нұрсұлу әпшемізді қалай ішке кіргізіп аламыз деп. Бұндай несі жоқ еді, бізде бұндай көршіміз жоқ тұғын ғой. Жүр көрейікші. Әлиханның ұйқысы келіп жатыр. Адия деген уже ұйықтап қалған. Бізде мына жақта терезелерден көрейікші, ақбота. Көрінбей ма терезеден? Мүлдем сыртқа шығарып жатқан жоқ бізді. Мына терезенің өзінде ашуға қорқып тұрмыз. Осы жерде тұрмын. Жүрма, қай жерде жүр білмеймін, бірақ ол жүр төңіректе. Жабайық. Кетіп қалса жақсы еді. Терезеде, Нұрсұлу әпшені терезеден кіргізіп аламыз ба шақырып? Сөйтеміз. Бірінші бірақ оның қайда екенін біліп алу керекпіз. Қайда екенін білгеннен кейін. Үлкендер үйдегі апаларымыз кесе терезеден кірамайды ғой, бәрібір де. Есікті ашу керек кеткенде де. Жүр терезелерден көрейікші, ана жақтың терезесіне көрейік, ол көріне ма? Қай жерде көрініп жүр, ол көрейікші. Bir жерде жүру керек қой ол. Мен де қорқып жатырмын, енді амал жоқ. Білмеймін ғой, осы үй бұрында ондай жоқ еді, ондай көршіміз. Жаңадан көшіп кетті ғой, ашы. Жай. Терезеден көрейік жайлап, мақма. Ол жүрмеген бір жерде. Мына жақтан көрінбейді. Мына жақтан да көрінбейді ғой, достар. Мына жақтан көрінбейді. Бірақ арқарай қап-қараңғы. Дала қорқынышты ғой, қалай жүреді. Сол психтар жүре береді ғой, жынды ғой, ол жүре береді ғой. Үй тұрып жатыр, демек осы жерде жүр. Қалай болғанда да қай жерде тұр, соны біліп алуымыз керек. Одан кейін Нұрсұлу әпшені звондап шақырып, терезеден болсын кіргіземіз бір нәрсе. Мама, жүр, Әлихан. Мына есік ашылады. Одан кейін есік ашылмайды. Бұл кілті бар, бұны бізде өзіміздің. Бұл сыртынан құлттанатын есік емес қой. Ал ана есік сыртынан құлттанатын есік. Қазір есікті ашқап ішке кірсе бәле ғой, Ит тұрып жатыр, достар, мына жерде. Наны қатында тұрған сияқты ақбота, өйткен ит ұрып жатыр осы жаққа қарай.
бергелі есті құтта қойық. Кел, ақыр ішке. Ішке кір есті құт. Ақботанан құтташы мен жауып тұрам. Кетеріп тұрам. Екі рет. Аха. Бұл есті құттадық. Свет жанды ма? Көрші светті. Свет жанды еш жүр. Сәлде болсын енді қорқпайтын болды. Мына жақты көрмедік достар, біз қазір мына жақты көруге кетіп бара жатырмыз. Может осы жақта ит негіз осы жақта ояқ бұда, я? Я у всех там Тоқтана. көрді. Әнәрді бір жүрген сияқты ғой. Мынаны ашып көр. Жоқ, оны ашпа. Қана өткен сияқты болды біреу әне жүрді. Я. Ана жүр. Қан. Міне. Кетіп баратыр. Міне ғой, Ақбота. Кетіп баратыр. Қара. Бізді аңдып жүр ма? Мына жерде терезелерден қарап жүр, не істеп жүр екен. Белі қисайып кеткен ғой. Бел деген. Міне. Достар, міне былай қарай өтіп кетті. Ол тек осы төңіректе жүр ғой. Осы төңіректе жүр деп. Осы терезе Қайға қарай кетіп қалды Ақбота. тапшаң ойнатыр ма? Тапчанға. Міне достар. Тапчанға міне батыр. Не жерде отыр ғой. Күзетіп отыр, я Ақбота, я? Я. Пысық көк кәдімгі. Арқасы майыстырып жүр. Свет жанды даланды свет жан қыпты ой Ақбота. Я. Қарап отырсын. Енді біз Ақбота не істейміз енді? Енді біз бітеміз Ақбота, қара. Нұрсап енді осы терезен сият деп ойлаймын мен. Я. Осы терезеден шығарамыз біз. Ол қайткенде де үйге кіріп алу керек қой, я? Бір үйге. Кірамаса кемпір салады бізде. Я. Көшеде неше түрлі адамдар бар, олар ұстап алады. Тоқта ашпа оны қазір. Қазір хабарласайық, Нұрсап мен келдім деген кезде ғана ашып оны кіргіземіз мақма. Ол кемпір қазір неде жүр, тапшан жақта, ана жақта жүр. Сол уақытты пайдаланып тамның артымен кел деп айтайық, я? Звондап. Короче, біз қазір звондадық Нұрсап шесіне. Осы жаққа келетін болды. Біз қазір келген кезде осы жерден кіргізіп аламыз оны. Ішке, я? Келді өте, кән. Мына, келді, кел. Бол тез, ол ше. Ана жақта отыр, тапшанда отыр ғой. Нұрсу, ал. Дешір қойыз. Давай кел. Аяқ киім шеш. Бол тез, қазір ұсталып қалмайық. Жақсы болды, не жерден сияды екенсің, сен сияма сыймай ма деп ойланған ем. Давай, түсіп ал. Ал терезен жауып ал Ақбота, жап. Не жерден кемпірдің өзі есіп кетеді ғой. Мә Нұрсұлу, осы бағанадан бері сол жерде біздің есігімізді сыртынан құттап алған, бір бет сілкіп көрген едік, ашылмайды, я сыртқы есік Ақбота. Қашан көшір? Әркім үйін сөйтіп құттап жүре ма? Псих больницадан қашып кеткен болған сонда ол. Азанда кетіп қалатын шығар, я? Азанға дейін келіп құттап қойып азанда. Бітеміз да, егер құттаған ашпай азанда кетіп қалатын болса, неден шығып, терезеден шығып аша саламыз, я? Жүр. Ақботанда ұйқысы кеп жүр да, бірақ қорқып жүр ол ше. Ана Алихан мен Адия ұйықтап қалды, Ақбота қорқып жүр мен қасымда. Бағана свет өшіп қалды, еще жаман қорқынышты болды ғой. Кейде сөйтіп өшіп тұрады. Давай, есті бір тексерейік та болды сонымен. Өлі, нан құтта. Қашан ашып кеткенбіз? Оланы сыртқы есікті ашатын болса, неға смел кіріп кетеді ғой. Бұл енді есті құттап алдық, достар, біз ұйықтаймыз енді азанда. Кетіп қалады деген ойдамыз. Я, терезелер жабық. Үй көріп жатыр, я? Я тағы бір көрейік та, ана жерде тұр ма екен? Жүр көрейік. Отыр ма екен?
Нұрсуынан қарасай, мына жерде ше ол кемпір әлі отырған. Енді ол отыра бере ма, біз есікті сыртымыздан ашамыз, ол ашпаймыз.